Сабақты بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله Расында сендерге Алладан нұр және ашық бір кітап Құран келді. Ол арқылы Алла өзі риза болатын есендік жолдарына ілескен кісіні тура жолға салады. Және өз нұсқауымен оларды қараңғылықтардан жарыққа шығарып, түзу жолға бастайды. إلى صراط مستقيم. Ассаламу алейкум асардақтағайын. Мінеки өздеріңізге арналған Құран оқып үйренейік атты бағдарламамыздың 39-шы сабағын бастағалы отырмыз. Кітап дәптерлеріңізді алып сабақты бастауға әзір отырыңыздар. Біз бүгін сіздермен сабағымызда араб тіліндегі әріптердің екі еселенуін үйренеміз. Олай болса сабағымызды әдеттегідей үй жұмысынан бастаймыз. Үй жұмысы. Үй жұмысы сіздерге алдыңғы сабағымыз өткен созылыңқы и дауысты дыбысын мысалдарын жазып келу және мысалдарын оқу берілген. Кім оқиды? Айдын? ميل نيل فيل Шалы. حين سين شين كريم عليم سميع عزيز حكيم Келесі жолда Азат. مسكين معطير غفريت إدريس تعليم تدريس تبريك تحسين Шалы. Рүстем. بيغة ميلة عيشة يبيغ يميل Шалы. تغيش تبيغين تواريخ Тәрауих. تراويخ مكرمين مسلمين Машалла Ернар. اشكري انصري اغلمي اذكري Машалла. اذهبي باري عالي راضي قاضي هادي حالي Машалла. Өткенді қайталау. ميل نيل فيل حين سين شين كريم عليم سميع عزيز حكيم مسكين معطير غفريت إدريس تعليم تدريس تبريك تحسين بيع ميل عيش يبيع يميل تعيش تبيعين تواريخ تراويح مكرمين
مسلمين اشكري انصري اعلمي اذكري اذهبي باري عالي راضي قاضي هادي حالي. Жаңа сабақ. Енді бүгінгі жаңа сабағымызға өтеміз. Жаңа сабағымыз бізде бүгін шәдда, яғни тәштид, әріптің екі еселенуі. Менімен біргелесіп жазып отырыңыздар. Бүгінгі жаңа сабағымыз бізде оны тәжвид ілімінде тәштиді. Тәштид немесе шәдда. Осы терминмен атап жүрміз. Тәштид немесе шәдда. Бұның мағынасы бүгінгі сабағымызға қатысты. Әріптің екіге еселенуі. Бұның белгісі міне мынау. Көрдіңіздер ме? Бұлай жазсаңыздар да болады. Осы белгі қандай да бір әріптің үстіне келіп тұратын болса, астындағы әріп екі еселенеді. Мысалға, бізде берілген бүгінгі сабағымызда инна деп берілген, е? Міне бізде и, мынау нун әрпі, үстіне міне тәштид белгісі келген. Міне. Осы келген. Осы себепті біздегі ин деген сөздегі ин сөзіндегі нун бірінші нун жазылады. Одан кейін екінші еселенген екінші нун, міне, осы жазылады. Көрдіңіздер ме? Содан кейін фатха қойылатынның үстіне. Фатхасы тұрған кезде нунның үстіне фатха келеді. Көрдіңіздер ме? Инна. Нун бізде не істеді? Екі еселенді. Қазақ тілімен түсіріндіретін болсақ, бізде жаттығу деген сөз бар, е? Егер осыған тәштид қоятын болсақ, біз бұны былай жазамыз. Жаттығу деп жазамыз да, мына тының үстіне тәштид белгісін қоямыз. Сонда т екеу деген мағына береді. Екі т бар бұл жерде деген. Көрдіңіздер ме? Біріншісі сүкін болады, екіншісі харакат. Мына харакатты екіншісі алады. Біріншісі сүкінді болады. Көрдіңіздер ме? Инна деп оқимыз мынаны. Оқыңыздаршы? Инна. Түсінікті ма? Енді бізге осыған байланысты қазір мысалдар берілген. Олай болса, мен қазір жаңа сабақты оқимын, мұқият қарап отырыңыздар. Бірінші жолда бізде сөздің негізгі жазылғаны, ал жақшаның ішіне екі еселенген әріптің оқылуы берілген. Мысалға, роббә, жақшаның ішіне роббә оқылуы жазылып тұр. Жақшаның ішінде екінші сөз робби, жақшаның ішінде робби деп оқылуы көрініп тұр. Үшінші роббу, жақшаның ішіне тағы да роббу, яғни оқылуы көрсетіліп қойған. Жақшаның ішіндегіндей қылып оқисыздар. Мұқият қарап отырыңыздар. Инна, әнна, әммә, бәрра, жарра, хаджа, шәкка. Көрдіңіздер ме? Бірінші жол бізде тәштидтің үстіне фатханың келуі. Ал бізде мына тәштидтің тәштид тұр.
Оның үстіне жаңа біз оқыдық бірінші мисалда. Фатха келді, иә? Міне фатха тұр. Келесі мысалымызда бізде не? Тәшдидтің үстінде не тұр? Дамма тұр. Көрдіңіздер ме? Қарап отырыңыздар. Бәрру, жарру, хаджу, шакку, замму, хаққу, шарру, бирру, сирру, ситту, иззу, тиллу, хиллу, хиссу, бурру, дурру, хуффу, куллу, дуббу, зуққу, умму, бурра, зумма, субба, фукка, сурра, сумма, сумма. Енді келесі жолда бізде тәшдидтің астында кәсіра тұр. Мұқият қараймыз. Бурри, дурри, хуффи, кулли, дубби, зуққи, дурри. Түсінікті ма? Олай болса енді, менімен бірге ілесіп оқыңыздар. Робба, رب робби, ربي роббу, رب инна, إن анна, أن амма, أم барра, بر жарра, جر хаджа, حج шакка, شك барру, بر жарру, جر хаджу, حج шакку, شك замму, زم тіл шығады айдың, замму, ذم хаққу, حق шарру, شر хаққу. حق Жоқ, Рүстем сізде ку деп атсыз. Қ, хаққу. حق Қайтадан, хаққу. حق Шарру, شر бирру, بر сирру, سير ситту, ست иззу, عز тиллу, طيل хиллу, حل хиссу, حس бурру, بر дурру, دور хуффу, خف куллу, كل дуббу, دب зуққу, زق умму, أم бурра, بر зумма, ذم субба, ثب фукка, فك сурра, سر сумма, ثم ثumma, ثم бурри, بر дурри, در хуффи, خف кулли, كل дубби, دب зуққи, زق дурри, دور дурри. دور Машалла. Жаттығу. Әрқайсымыз жеке-жеке оқимыз. Азат. Иә, бірінші сабақ. رب Машалла. ربي رب إن أن Машалла. أم بر جر حج Хаджа. حج شك بر Машалла. جر حج شك ذم حق شر Машалла. بر سر ست Машалла. عز Иззу. عز طل حيل Машалла. حس بر در خف كل Машалла. دب
زق أم بر ضم صب فك Maşallah. سر ثم ثم بري دري خفي كلي دبي Maşallah. زقي دري Durri. Maşallah. Aydın. رب ربي رب إن İnne. إن أن Maşallah. أم Emme. أم Katılan. أم بر جر Maşallah. حج Hacce. حج شك شك Şekke. شك بر Maşallah. بر جر Haccu. حج شك Tırşıkadı. ذم Hakku. حق Hakku. حق شر Maşallah. بر Bir. بر سر Çok dil çıkmaydı. Sirru. سير Sirru. سر ست عيز İzzu. عيز طيل. طيل Tıylu. طيل Çok cuanda. Tıy diye aytadı. طيل Maşallah. حل Maşallah. حس حس بر در Maşallah. خف كل دب زق أم بر بر Burru. Katılan. بر زم زم Katılan. زم Tırşıkat. زم ثب فك سر Maşallah. ثم Thumme. ثم بر Burri. بري Tırşıkadı. مı? Teşhittin aslında kasradır. بري Qarаңыз, Aydın. Sizin şadastırып atqanыңыз mı oğlum? Bizde kelip тұр, қараңыз. Тәшдид тұр. Осының астына кәсіра келіп тұр, міне. Міне кәсіра келіп тұр. Иә? Біз бұғанға дейін үйренгенбіз, мына кәсіра не істеуге еді? Әріптің астында келетін еді, иә? Мына кәсіра тәшдидтің астында келсе де, әріптің астында келсе де, и болып оқыла береді. Кейде бұлай жазылады, кейде тәшдидтің астына жазылады. Түсіндіңіздер ме? Ары қарай. بري دري خفي Иншалла. كلي دبي زقي Машалла. دري Дурри. دري Мына екеуінің айырмашылығы не? Мынау мен мынаны. Мынау жіңішке, Иә, дурри, мынау дурри. Машалла. Рүстем. رب ربي Машалла. رب أن Инне. إن أن Дұрыс. أما بار Бәрро. بار Ж. جر
حج حج شك بر 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 جر حج شك ذنب حق ما شاء الله شر 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 بير سر ما شاء الله ست درس ست عز عغيز طي جوان دايمس طيل طيل حل خل خس بر ما شاء الله در خف كل كل دب دب زق أم ما شاء الله بر ما شاء الله زم سب ما شاء الله فك سر ثم ثم بري دري خفي خفي كولي كولي كلي دبي دبي زقي جوان دري دري ما شاء الله يمر رب ربي رب إن 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 أن ما شاء الله أما بر جر حج شك ما شاء الله بر جر حج شك ذم حق شر بر ما شاء الله سر ست عز عز طل حل ما شاء الله حس درس بر در خف خف يا كل دب زق أم ما شاء الله بر بر. بر ثم سب ما شاء الله فك سر ما شاء الله ثم ما شاء الله بري دري خفي تدرس كلي دبي ما شاء الله زقي دري درية دري ما شاء الله رب ربي رب إن أن أما بر جر حج شك بر جر حج شك ذم حق شر بر سر ست عز طل حل حس بر در خف كل دب زق أم بر
ثم سب فك سر ثم بر در خف كل دب زق ضر. Енді бір мәселені айтып өтейін. Бүгінгі өткен мына берілген мысалдар тәшдидтің екі әріпті сөзде, екі әріпті сөзде келген түрі. Осыны ескеріңіздер. Қараңыздар, мысалдардың барлығы екі әріптен тұрады. Рас ма? Екі әріптен тұрады, бір әріптің үстіне тәшдид келгендіктен ол үш әріп болып кеткен. Тәшдид келгендіктен мынау екеу болды, сонымен мынау біреу, үшеу болды. Соны естеріңізге сақтаңыздар. Тәшдид бар ғой, нунның астына, жаңа тәшдид бар ғой, тәшдидтің үстіндегі сол нунның астына келсе де солай оқыла бере ма? Негізі көп жағдайда тәшдидтің үстінде келеді. Тәшдид тұрса соң Үстінде келеді көбіне. Бірақ кейбір жағдайда, мынандай жағдайда р-ның астына келуі мүмкін. Кездеседі. Негізгі көпшілігі тәшдидтің астында үстінде келеді. Қорытынды. Роббә, Робби, Роббу, Роббу, Инна, Анна, Амма, Барра, Жарра, Хаджа, Шакка, Барру, Жарру, Хаджу, Шакку, Замму, Хаққу, Шарру, Бирру, Сирру, Ситту, Иззу, Тиллу, Хиллу, Хиссу, Бурру, Дурру, Хуффу, Куллу, Дуббу, Зуққу, Умму, Бурра, Зумма, Субба, Фукка, Сурра, Сумма, Сумма. Соңғы екі сөзді қараңыздар. Біреуінде син, біреуінде тә. Сондықтан екеуі бір-біріне ұқсап кетпесін. Бірінші бастапқы син, сумма болса, екіншісі сумма. Бурри, дурри, хуффи, кулли, дубби, зуққи, дурри. Енді қараңыздар, соңғы жолда тұрған екінші сөз бен соңғы сөздің айырмашылығы. Екінші сөз қандай бізде? Дәл, керісінше жіңішке. Дурри. Соңғысы жуан. Дурри. Үйге тапсырма. Жазып алыңыздар. Бірінші, осы берілген мысалды жазып келеміз, көшіріп. Екінші тапсырма, осы мысалды оқимыз. Келесі сабаққа келген кезде үй жұмысында осыны оқимыз. Түсінікті ме? Кімде-кім әрбір парыз намаздарының соңынан курси аятын оқыса, оның жәннатқа кіруіне өлімнен басқа еш нәрсе кедергі болмайды. Мінеки, құрметті көрермендер, өздеріңізге арналған Құран оқып үйренейік атты бағдарламамыздың 39-шы сабағы да өз мәресіне келіп жетті. Келесі сабағымызда жүздескенше Аллахтың амандығында болайық ағайын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллах елшісі ол кісіге Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Имам Муслим жеткізген бір хадисінде ұлы Аллах Құран оқыған және ондағы жазылғанға сәйкес амал еткен кісінің ата-анасына қиямет күні
тәж кигізеді. Ол тәждің нұры дүниедегі күн нұрынан да жарық болады деген.